Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Шахмат олимпиадасының ең әдемі партиясын көрсетуді жөн көрдім. Сонымен ақтармен Уэсли Со, қарамен Грант Мелкумян. 44-ші олимпиада 2022 жыл Чиннай, Үндістан, Америка құрама штаттарымен және Армения арасындағы матч. 5-ші ақпан кеттік. E4, C6, Каракан Defense, немесе Каракан қорғанысы. Two Knights Variation, қос ат варианты. Ат C3, D5, ат F3, піл G4. Сіздер білесіздер, бұл енді байлау әдісі қиғаштап байлайды. H3. Әрине, егерде сіздер деген мына атты жеудің орнына піліңізді H5-ке қоятын болсаңыздар, онда мынаны жейді, содан кейін шах дейді, ат C6, содан кейін G4 дейді, піл G6, атты негізгі орталыққа қояды, тура C8, D4, E6 және H4. Осыдан кейін сіздердің жағдайларыңыз онша емес болатыны айдан анық. Өйткені амалсыз былай жүруге тура келеді. Ат G6 жедік және вәзір D3 жағдай онша емес. Сол себепті әрине бұл варианттарда пілді H5-ке қоймайды. Көбінесе мына F3-тегі атты жек қояды. Вәзір F3. Бірақ ұмытпаңыздар, сіздер деген пілді атқа айырбаставатсыздар, соған байланысты орталықты ашпауға тырысу керексіздер. Немесе позицияны ашпауға тырысу керексіздер. Өйткені егер де сіз позицияны ашатын болсаңыздар, онда мына пілдің артықшылығын сіздер толыққанды сезінесіңдер. Өйткені бұл піл деген сіздердің бүкіл ойыныңызды қиратуы мүмкін. E6 піл E2, піл C5, патшаның сарайыңызды былай жедік және тура D1. Бұл жерде Зигберт Тарраш ережесін есімізге түсірсек болады. Ауыр фигуралар өздерінің сарбаздарының, ойыншыларының артында тұрғанды ұнатады. Былай D4, негізгі орталыққа сарбазды қоямыз, бұл өте маңызды. Сіздер бұл туралы жақсы білесіздер деген ойдамын. Піл E7, піл D3. Әрине, піл деген біріншіден E4-тегі торды бақылау керек, екіншіден H7 және A6 деген сияқты екі бағытты бақылауда ұстауға тырысу керек. Былай, піл F4, атты, өйткені аттың бұл жерде болашақ онша емес, мына жерге, немесе мына жерге баруға мүмкіндігі жоқ, соған байланысты басқа жерге орналастыруды жөн көрді. Ат E2, ат C6, C3, тура E8, тура E1, сіздер білесіздер, ауыр фигураларды жартылай ашық жолдарға орналастыру. G6, ат G3, ат D7 және тура E3. Бұл жерде әрине тағы да бір нәрсе біздің есімізге түседі, ол атақты Филидор ережесі. Филидордың айтуы бойынша ауыр фигуралар 3-ші және 6-ші қатарды ерекше ұнатады. Және E5. Мен жалпы түсінбей тұрғаным, бұл жүрістің ең басты мақсаты қандай мақсатпен осындай іс-әрекет жасады деген ой туындайды. Неге? Өйткені позиция жартылай ашық, оның толығымен ашудың ешқандай пайдасы жоқ екені түсінікті. Сенің аттармен ойнайсың, қарсылас деген пілмен ойнайды. Соған байланысты сен позицияны жабуға тырысу керексің, ал қарсылас оны ашуға тырысу керек. Бірақ сен оған көмектесесің. Өзің ел аман жұртынышта осылай позицияны ашасың дейді. E5 деген іс-әрекет өте үлкен өрескел қате. Ең басты философия бойынша бұл үлкен қате. Өйткені сіздер деген позицияны өзіңіз ашасыз. Және ашқаннан кейін міндетті түрде жапа шегесіздер деген ойдамын. Піл H6 және E4. Бұлай қарасаңыз, жағдай өте қиын. Осы жерде видеоны паузаға қосыңыздар да, және әрине ары қарай ойланыңыздар. Не болар еді егерде, мысалы мынаны жедік, содан кейін мынаны жесе, мысалы ары қарай не болар еді деген нәрсе өзіңіздің міндетті түрде видеоны паузаға қойыңыз. Бұл партияда болған жоқ, бірақ өте жақсы, керемет жағдай осыдан кейін орын алды. Не болар еді егерде, мысалы мына қарсылас деген мысалы осы тураны жесе, не болар еді деген сұрақ туындайды. Мен сіздерге осындай сұрақ қоямын. Әрине Мелкумян оны көрді, байқады, ол деген атын F8-ге қойды. Ал егерде осыны жесек, не болар еді деген сұрақ туындайды. Сіздерге осындай сұрақ. Әрине Мелкумян түсінді,
бәрін есептеді, жағдай қиын екен, өзінің қателігін мойындады, бірақ өкінішке орай ол өте кеш болды. F8, F4, F5, ат F5 және тура F5. Көрдіңіздер ма? Мына ойыншылардың осалдығы. Мен үнемі айтам, ұйықтап жатқан ойыншылардан қорқудың қажеті жоқ. Тек қана белсенді және кәдімгідей қарсыластың аумағына кіретін, немесе қарсыласқа қысым көрсететін ойыншылардан әрине сескену керек, бірақ бұндай ойыншылардан қорқудың қажеті жоқ. D6, G4 шах, былай нені жедік, D5 әрине былай жейтін болса, қалған түсінікті деп ойлаймын. G6-ны жейді, G6-ны жегеннен кейін былай және уәзір G6 деген осымен ойын аяқталады деген ойдам. Соған байланысты қарсылас деген F6-ға жүрді, G3, әрине F4-тегі торды бақылауда ұстау, F8, F5, C4, ана ұмытпасаңыздар, мына 4-ші жүрісте қарсылас деген емін-еркін мына пілді айырбастаған еді. Енді осы пілдің несін, күшін сезініп тұр және өкініп тұрған шығар деген ойдамын. Бұлай піл G5 осымен ойын аяқталды. Әрине гроссмейстерлердің ойындарында бұл өте үлкен басымдық. Әрине мына ойыншылардың бәрі өте осал. Бірақ мені қызықтыратын бірақ нәрсе, егер де қарсылас мына тураны жегенде не болар еді? Міндетті түрде видеоның астында өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Әрине арнайы бағдарламаны қолданбаңыздар, ойыңызға не келеді, қандай есеп қисаптар ойыңызға келді, соны міндетті түрде жазыңыздар. Компьютер арқылы шешудің ешқандай пайдасы жоқ, ол сіздердің миыңызға ми қоспайды. Сонымен осындай партия, жақсылықты кездесек, сау сәлемет болыңыздар.